Осы әп-әдемі көйлекті кигенім үшін қаншама хейттің астында қалам деп вообще ойламаппын, қыздар, потому что өзіме ұнап, өзім пландап, осы көйлекті дайындап, кием деп жүрген болатынмын. Бұрыннан тұрған гардеробта келмеген соң кие салдым ғой. Как раз күн суық болды. Еще өзім емделіп жүрген соң кішкене жылы киіндім да. Сөйтіп кездесіп жатқан жерге келдік. Бұл кездесу 20 жылдық, именно политехтаны казнетуді бітірген однокурсниктерімізбен бірге болды. Бұл жерде барғанда грандиозный бір не жасаған жоқпыз, встреча, просто кім кездесе алады, кім келе алады, сол кездесіп жатырмыз. Мына жерде енді келіп өзімді әлекпін, былай да түсірем, потому что освещение жоқ ана жерде нормально, потому что переход түсіргім келген, онымен так и не получилось. В общем, мына жерде тост айттық, бәріміз күлдік, ойнадық, өлең айттық. Мына жерде тост айтып жатырған мені мешать етіп жатыр. В общем, күшті болып өтті, 15 адам болды. Ана келесі күні таңда Дархан екеуміз прогулкаға шыққан боламыз, Тереңкөл жаққа. Содан кейін кофе ішкен болатынбыз. Сол жердегі видеолар мына жерде. Сосын сол жаңағы пирог ұнап қалып, балаларға алып келдік. Жолда, кстати, Айсынаға осындай көйлек сатып ала салдым. 990 теңге болды ғой деймін. Арзан болған соң есік алдына киюге. Сосын мына жерде сол күні бойы үйде отырып, кешке таман осылай паркте уақыт өткізген болатынбыз.